Сәлеметсіздер ме? Менің тұрақты көрермендерім. Ең бірінші менің Ардақ Әлібековна пайдалы кеңестер мұғалімге көмек деген каналыма қоңыраушаны басып жазылуды ұмытпаңыздар. Видеомның соңына дейін тыңдап, пайдалы болады деген үміттемін. Достарыңызбен, жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Бүгін мен сіздерге осы әрбір қазаққа пайдалы, қазіргі кезде балалар көбіне телефонда отырады. Мысалы менің өз балаларым да осы телефонда көп отырады. Сондықтан мен бүгін сіздерге өте пайдалы бір ақпаратпен бөлісемін деп ойлаймын. Сондықтан видеоның соңына дейін тыңдап, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Ендеше бастайық. Бүгін біз сіздерге, мен өз сыныбыма да мысал үшін осы 5 тас ойынын көрсетемін ыңғай. Бұл асықпен ойналады. Кезінде қазақтар таспен ойнаған, тас деп бекер аталмайды, 5 тас деп. Бұл енді көбіне наурызда, мысал үшін, наурызда ұлттық сайыстарға кіргізуге болады. Одан кейін мысал үшін өзіміздің тәрбие сағаттарымызда, қазір мысалы балаларымызды қазақ ете алмай жатырмыз ғой, расын айтқанда. Енді осы асықпен ойналатын 5 тастың түрімен сіздерді таныстырмақпын. Осыны сіздер бос уақыттарыңызда, мысалы балаларыңызға, өз отбасыларыңыздағы балаларыңызға үйретіп, сыныптағы балаларға үйретіп, спорттық әртүрлі сайыстардың арасына кіргізуге болады. Сондықтан 5 тас ойынының жүргізілу тәсілін сіздерге көрсетпекшімін. Ал ендеше мен сіздерге осы 5 тас ойынның қалай ойналатынын ережесімен таныстырып өтейін. Бірінші, бұл біз 5 асық алып отырмыз. Негізгі ата-бабаларымыз бұрын дөңнің үстіне отырып алып, әредіктерінде бала шағасымен таспен ойнаған екен. Бірінші тасты шашамыз, бір-бірден лақтырамыз. Екілік тасты 2-ден аламыз. Үштік бір тасты бірлеп, 3 тасты бірге аламыз. Енді 4-тік. Енді осыдан кейін майжалау деген болады. Осыдан кейін бүкіл тасты алып, бұлайнан ұпай жинаймыз. Бір-бірден кіргіземіз. Арғы өту керек. Ең соңғысын өткіземіз. Енді 5-еуін алып 4 ұпай жинадым. Бұл бірінші кругта мен 4 ұпай жинадым. Енді сіздің қарсыласыңыз 2-ліктен бастайды, 3-тіктен бастайды, 4-тіктен бастайды, 5-тіктен бастайды. Осылайша бүкіл кругты айландырып отырып, ең соңына жеңіске жеткен және ұпайы көп адам бәс тігуге болады. Бәс тігеді деген мысалы бұрынғы кездерде болған, мысалы балалар арасында бірдеңеге келіседі, бір шаруаны істеуге келіседі, немесе ақырындап бір нәрсе, мысалы алу керек болса, сен аласың деген сияқты, мысалы көбіне отбасылық жағдайлар болса, бүгін суға сен барасың, бүгін тезекті сен теріп әкелесің, кімнің ұпайы аз болып қалды, кім жеңілді деген сияқты. Ал енді осы 5 тастың негізгі бұның несі деп айтамыз ғой, бірден ойнап кететін ережесі, ол тасты неғұрлым биікке лақтыру керек. Тасты неғұрлым биікке лақтырсаңыз, сіз ол тас қайтып келгенге шекті, мына тасыңызбен сіз по-любому деп айтамыз ғой, қалай болғанда да сіз ол тасты алып үлгересіз. Неғұрлым биікке лақтыру керек. Міне, қазағымның қызықты ойындары таусылмасын. Құрметті менің көрермендерім, тағы да айта кетейін, менің каналыма подписаться батырмасын басыңыздар. Пікірлеріңізді қалдырыңыздар.
менің осы қызықты бестас ойынымды әріптестеріңізбен, оқушыларыңызбен, таныстарыңызбен, туыстарыңызбен бөлісіңіз. Міндетті түрде маған комментарий жазып, лүпіл басып кетіңіздер. Ал енді бұл бестастың ең бірінші пайдасы, қазіргі кезде біздің балаларымыз көбіне телефонда отырады. Ол өте зиян екенін өздеріңіз де білесіздер. Мысалы, мен өз балаларымды телефонда көп отырады. Бір уақыт осы бестас ойынын ойнап, ең бастысы бұл мергендікке, ептілікке, жылдамдыққа, осындай пайдалары өте көп. Барша Қазақстанның балаларын, өзімнің 8000 подписчигімді тиктоктағы бестас ойнауға шақырамын. Сау, саламатта болыңыздар.